Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді сүзбелі сочниктер пісіретін боламыз. Жұмсақ, жасалу жолы өте оңай. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа еленген ұнды салып аламыз. Оған қопсытқышты қосамыз. Үстіне сары майды салып, қолымызбен жақсылап езіп, араластырып, крошка жасап аламыз. Сары май бізде тоңазытқышта тұрған болуы керек. Жай осылай қолымызбен езіп араластырамыз. Не болмаса, үкіштен өткізіп сары майды сосын араластырсақ та болады. Міне дәл осылай барлығы жақсылап араласып кетуі керек. Енді біз сұйық массаны дайындаймыз. Ыдысқа бір жұмыртқаны саламыз, үстіне қант саламыз, шым-шым тұз қосамыз, сосын қаймақ саламыз. Қаймақтың проценті маңызды емес, кез келген дүкеннің қаймағы жарайды. Енді осы массаны венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қанты кішкене еріп кетуі керек. Достар, менің арнамда тағы да басқа өте оңай тәттілердің рецепттері бар, өтіп көрсеңіздер болады. Енді осы сұйық массаны ұнның үстіне саламыз. Бірінші лопатканың көмегімен араластырып аламыз, кішкене бізге қамыр илеуге оңай болу үшін. Сосын қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамыр бізде қолға жабысатын болады, өйткені қант қосылғандықтан солай қолға жабысатын қамыр болады. Ұнды сеуіп отырып, қамыр илеп аламыз. Сосын қамырды 10-15 минутқа тындырып қоямыз, бетін жауып. Енді біз салмасын дайындауға кірісеміз. Сүзбенің үстіне қант саламыз, бір жұмыртқаның ағын ғана қосамыз, сосын 1-2 қасық қаймақ саламыз. Үстіне бір үлкен қасықта ұн, не болмаса крахмал қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап шанышқының көмегімен езіп араластырып аламыз. Сонымен біздің салмамыз дайын. Енді тынған қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз, жаюға бізге ыңғайлы болу үшін. Осылай думалақ етіп аламыз. Ұнды сеуіп отырып, қамырымызды жаятын боламыз, өйткені жабысатын болғандықтан дәл солай ұнды сеуіп отырып жұмыс істейміз. Қатты жұқа етіп жаймаймыз, орташа қалыңдықта 0,5 миллиметрге жетпейтіндей қамыр жайып аламыз. Енді осыдан домалақ формалар кесіп алуымыз керек. Мен кішкене кеседен пайдаландым. Негізі арнайы солай кесетін формалар болады, одан да пайдалансаңыздар болады. Осы сочниктердің үлкен кіші болуы өздеріңіздің қалауларыңызша, бұдан кішілеу формамен де кесіп алсаңыздар болады. Енді ішіне салмасыны салып шығатын боламыз. Осы қамырдың тек бір шетіне бір тегіс етіп жайып салатын боламыз. Бір шетіні сосын үстіне жауғандықтан дәл осылай видеодағыдай салып шығамыз. Енді қамырдың екінші шетіні дәл осылай видеодағыдай жауып шығамыз. Екі шетіні қысып қоямыз. Пергамент салынған листке жайғастырып шығамыз. Менде барлығы болып 22 дана сочник шықты. Жаңағы алып қойған жұмыртқаның сарысыны үстіне жағып шығатын боламыз. Осы орайда пешімізді 180 градуста қыздырып қойған болуымыз керек. Біздің сочниктеріміз тағы да өте әдемі болып шығу үшін үстіне қант сеуіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші арқалай ашып қарап тұрасыздар, үсті қызарып өте әдемі болып шығады. Сол кезде пештен шығарып алатын боласыздар. Міне дайын болды біздің сочниктеріміз, өте әдемі, жұмсақ, ерекше дәмді болып шығады. Жасалуы өте оңай. Менде барлығы 22 дана шықты, 2 листке салып пісіріп алдым. Балаларыңызға, отбасыңызға пісіріп берсеңіз, өте қатты ұнайды деп ойлаймын. Ыстық кезде шаймен ішкенде де өте керемет болады.
Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, жаңа видеоларды көріп отыратын боласыздар. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.